2015 жылғы 14 қазанда Алматы облысы Сарқан ауданы Алмалы ауылы Новопокровка орта мектебінде деңгейлі бағдарлама аясында облыстық семинар ұйымдастырылды. Семинар мақсаты орта, қысқа мерзімді жоспар жасауға қатысты мұғалімдердің тәжірибелерін жетілдіру және кәсіби шеберліктерін шыңдау, критериалды бағалау жүйесін сабақта қолданудың тиімділігін арттыру, тәжірибе алмасу, мұғалімдерді қолдау, шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал ету, озық педагогикалық тәжірибені тарату. Семинарды ұйымдастыру, өткізу шараларына Новопокровка орта мектебінің директоры Жамал Құлахметова, сол мектептің ұжымы, Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектептің мұғалімі Иманғазиева Ақбота көп көмек көрсетті. Семинарға деңгейлі бағдарлама орталығының жетекшісі Ляззат Дүйсенбекова, тренерлер Зейнеп Асемжанова, Нұрбақыт Мұхамеджанова, Айгүл Байұзақова, Ғалия Токушева, Жайна Саметова, Дариға Қартбаева, Медет Сатаев, Назым Дүйсенбаева, Ардақ Сыманова және Ляззат Орманбекова қатысты. Семинардың бірінші кезеңінде Новопокровка орта мектебінің мұғалімдері Мұсабеков пен Күшікбаева, Қарауылтөбе орта мектебінің мұғалімі Тұрсынханов, Ақынсара орта мектебінің мұғалімі Манен, 54-ші орта мектеп мұғалімі Шакирова, номері 1-ші мектеп гимназия мұғалімі Қамбылова, номері 54-ші орта мектеп мұғалімі Керей, Островский атындағы орта мектеп гимназия мұғалімі Кордонская, Черкасск орта мектебінің мұғалімі Мулкибаева, Қазыбаев орта мектебінің мұғалімі Есперова, Ушинский орта мектебінің мұғалімі Мұхамедалина, Төлебаев атындағы орта мектеп мұғалімі Нұржекеева сабақ өткізді. Семинардың екінші кезеңінде Қарауылтөбе орта мектебінің мұғалімдері Мамбетбаева мен Қасымбаева, Абай орта мектеп гимназия мұғалімі Бекболатова, Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп мұғалімі Мамыраева коучинг өткізсе, Мұқат Төлебаев атындағы орта мектеп мұғалімі Нұржанова, Петропавловск орта мектеп мұғалімі Райхонова шеберлік сабақтарын өткізді. Семинар Новопокровка орта мектебінде өткізілгендіктен, ауданның басқа мектептерінен келген мұғалімдер сабақтарды өздерінің күнделікті жұмыс жасап жүрген оқушылармен емес, осы мектептің оқушыларымен өткізгендігінде айта кету керек. Осы шаралардан кейін ашық микрофон әдісімен ұйымдастырылған рефлексия кезеңінде тәжірибе алмасу барысында сәтті болған және жетілдіретін мәселелер төңірегінде талқылау жүргізілді. Деңгейлі бағдарлама курстарын аяқтаған мұғалімдер Клара Құрманбаева, Айымжан Ыдырысова, Айгерім Берқалиева, Ақбота Иманғазиева, тағы басқа да мұғалімдер өз ойларымен бөлісті. Сіздердің назарларыңызға осы семинар барысынан түсірілген видео материалдардан үзінді ұсынылады. Бұл кәсіби мамандар арнайы құрылғымен түсірген материал болмаса да құнды. Семинар кезінде Мұқан Төлебаев атындағы орта мектептің биология пәнінің мұғалімі Әсем Нұржекеева 6-шы сыныпта тұқымның ішкі және сыртқы құрылысы тақырыбында шеберлік сабағын өткізді. Әсем сабақты өз сыныбының оқушыларымен емес, семинар өткізіліп жатқан мектептің 6-шы сынып оқушыларымен өткізді. Мұғалім өзінің шеберлігі шыңдалған көшбасшы тұлға екендігін байқатып, таныс емес сыныппен бірден еркін жұмыс істеп кетті. Назарларыңызға шеберлік сабағынан үзінді ұсынамыз. Бүгінгі сабаққа деген бір ауыз тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Дана, сен бақытты бол, сабағыңды бетпен оқы, және де ұстаздарыңыздың үмітін ақтап, аналарының тілін алып жүр. Не деген керемет тілек? Бір ауыз тілек дедім, е? Бірақ мен ары қараймын. Бір ауыз тілек. Надира, сен бақытты бол, сабағыңды беспен оқы, күнделігің беспен төртке толсын. Бір ауыз. Ұстаздарың мен
ата-ананың үмітін денсаулық зор болсын. Сұлтан ата-ананың айта ғой. Маған айт. апай, сіз өзіңіздің бала шағаңызды асырап, өзіңізді алдыңызда қойған мақсаттарыңызды жеткізіңіз. Ой, рахмет. Қандай керемет. Келесі сабақтың кезеңі бүгінгі сабақта қандай тақырыпты өтетінімізді мен сіздерге қара жәшіктің ішінде не істеймін? Жасырамын. Бұл өсімдіктің маңызды бөлімі. Не ол? Тұқым. Бұл өсімдіктің генеративті мүшесі. Генеративті дегеніміз не ол? Қандай мүшелерді атайды генеративті мүшелерді? Олар. Ол сабағы, тамыры, және де керісінше айтып тұрсыз. Генеративті, көбеюге қабілетті мүшелерді. ол ұрық және де тұқым шашуы. Кішкене жақындап қалыңыз. Ешкімді алып қосару жоқ па? Тұқым, содан кейін гүл, жеміс. Тұқым, ол қандай? Қос жарнақтылар мен дара жарнақтылардың құрылысы қандай? Соған байланысты кішкене хабарлама естіп аламыз, жасап аламыз. Алып кеттік. Сосын мен тағы және қос жарнақты ол екі бөлінеді. Тағыда. тұқым қабығы дегеніміз Қара жарнақтылардың тұқымын не деп атайды? Қара жарнақтылар мына жерде қараңыздар, қара жарнақтылардың тұқымын не деп атайды? ол шірік дәнек және Дәнек деп атайды екен. Неліктен оны дәнек деп атайды? Дәнек өйткені ол екіге бөлмейді. Ары қарай кеттік. Қандай бидайдың қандай несі бар? Өзіне тән ерекшелігі бар. Несі жасылдан болады? оны бөлгенде ішінен эндосфера шығады. Міне эндосперм, иә? Содан кейін бұл жерде не жиналады? Май заттар жиналады екен, иә? Содан кейін ары қарай? ұрық пен эндоспермді бір шартына қосады. Ары қарай? Бір-біріңізге хабар беріп отырсыздар ма? Ары қарай? Қараңыздар. Сіздер өз орталарыңызда айтып беріңіздер. Қасыңызға жақындайық. Бәріміз бері қарай. Осы топ бойынша жаңағыдай сіздер өздеріңіз қос жарнақтыларға байланысты жаңағы тұқымдарыңыздың сипаттамасын беріңіздер. Сіздер қара жарнақтыларға байланысты тұқымының сипаттамасын бересіздер. Жарай ма? Әрқайсыңыз. Ал кеттік. Бірінші топ. Бастаңыздар. Кім бастайды? Дара жарнақты Гүлдана. тұқымның құрылысы қабығы, бір жарнағы, эндосперм ұрыққа бөлінеді. Эндоспермнің ішіне крахмал, нәруыз, май жиналады. Ары қарай тағы. Және дара жарнақты тұқымға алдыңғы суға жібіткенде оның сыртына қауызы пайда болады. Келесі. Тағы да не айтасыздар? Қосымша. Ортасында жұқа бір жарнақ болады. Ары қарай. Біз егер мұны дара жарнақты мен және қос жарнақтың екеуін салыстыратын болсақ, екеуінде де ұрық және қабықша болады. Ары қарай. Тұқымда бір жарнағы бар тұқым, ол қос дара жарнақтылар деп аталады. Ары қарай. Тұқым қабығы қалың, тығыз, сырты тегіс, жылтыр және түрлі түсті болып келеді. Тұқымның, жалпы тұқымның, иә? Кеттік ары қарай. Келесі топ, осымен сіздер жаңағы сипаттама беріп болыңыздар. Алып қосарларыңыз жоқ. Иә? Жарайды, ары қарай сіздердің топтарыңыз. Тұқым, ол тұқымның жатын бөлігінен құралады. Ары қарай. Қос жарнақтының ұрығы алғашқы сабақшы, алғашқы тамыршы және бүршікшеден тұрады. Ары қарай. Қос жарнақты тұқым ол ұрықтан тұқым жарнағынан және тұқым қабығынан тұрады. Қос жарнақты тұқымының мысалы үрме бұршақ фасфор тұқымының қарастырайық. Фасоль. Тұқым қабығы тұқымның шіріп кетуінен, мезгілсіз өнуінен
және жақындарыңызды сақтайды. Өз топтарыңыздың арасында 2 жұлдыз 1 тілек. Тағы кімде қандай ой бар? Олар тұқым кіндігін айтқан жоқ. Тұқым кіндігін айтпапты. Ары қарай қандай ұсыныс бар соған байланысты? Келесі ашық сабақта сендер қарқынды жұмыс істеуге тілектеспін. Жарайды. Келесі деңгейлік тапсырмамыз, сіздерге берілетін деңгейлік тапсырмамыз. Әр оқушы жеке орындайды. Осы тақырыпқа байланысты жасалған. Ойланамыз. Тұқым өнген кезде өркеннің қай мүшесі бірінші болып шығады деген? Қайсысы бірінші болып шығады? Барлығы бір мезгілде шығады. Тамыры төмен қарай, бүршігі жапырағымен қалай қарай? Жаңағы жоғары қарай шығады екен. Келесі тапсырма тақтадағы жаңағы сөздерге байланысты. Жады дамытуға арналған, жаңағы есте сақтауға арналған қаламдарымызды қоямыз. Келесі ақ беттің ішінде сіздерге осы тақырыпқа байланысты берілген сөздер бар. Осы сөздерді не істейміз? Жаттап білу. 2 минутта оқып шығыңыздар 2 минуттың ішінде. Сосын кейін бұны жауып тастаймыз да. Ары қарай не істейміз? Еске жазбаймыз, ручкаларымыз қойыңыз. Жаңа берілген сөздерді дұрыс ретімен жазу керек. Жаңағы несін ретін сақтаймыз. Не деген не жазылған. Бастайық. Жаңа жаттаған сөздеріңізді жазасыздар. Бір-біріңізге кедергі болмайды. Ретін сақтау керек. Кім қаншалықты көп сөз есінде сақтап қалды екен? Әркім өзі жеке. Ретімен жазылған қаншауы дұрыс? Менде 6. 6-ы дұрыс екен. 9-ы дұрыс екен. 3-і дұрыс екен. 8, 9, 7. Мен оны апай. 10, 7, ең көп сонда кім болып отыр бізде? Апай, мен 12-сі. 12-сі дұрыс, е? Сіздікі сонда Назерке жаңағы есте сақтау қабілетіңіз жоғары болып тұр, е? Қазір осы таңда. Келесі. Бүгінгі сабақты бас бармақ жаңағы әдісі бойынша не істейміз? Бағалаймыз. Егер де сіздерге жаңағы сабақ ұнаса, егер де бәрін түсінсеңіздер, сабаққа байланысты бас бармақтарыңызды жоғары қарай көтересіздер. Егер де түсінбегендеріңіз тағы болса, бас бармақты көлденең көтересіздер, е? Егер де мен ештеңе түсінбедім бұл сабақта десеңіздер, бас бармақтарыңызды төмен не істейміз? Қаратамыз. Ал енді бәріміз жоғары көтеріп, бас көрсетейік. Қандай деңгейде? Бәрлеріңіз сонда түсініп кеттіңіздер ма? Өте жақсы онда. Келесі сабаққа деген ынталарың осындай жоғарыдан көрінсін, әрқашан бас бармақтарың жоғары көтеріп тұрсын, е? Үнемі бас бармақтарын жоғары көтеріп тұрсын. Жақсы. Енді кері байланыс жаңағы сұрағы бар қорап дейді. Бұл жерде стикерін өстіреміз. Келесі сабаққа осы тақырып бойынша қандай сұрақ түсінбедіңіздер? Немесе келесі сабақта нені білгілеріңіз келеді? Тереңірек білгілеріңіз келеді ме әлде? Сол бойынша жазып кетіп, жәшікке не істесеңіздер алсаңыздар, е? Онда бәріміз болдық па жазып?
енді үйге осы тақырыпқа байланысты берілетін тапсырма міндетті түрде орындау керек. 10-шы параграфты, яғни оқу, мазмұндау, негізгі ұғымдарды жаттау. Білгенге құмар, яғни қосымша жұмыс дәптерлеріңізді толтырып, қосымша мәлімет іздеп келесіздер, қосымша мәлімет бойынша толтырасыздар. Шығармашылық жұмыста тұқымдарда кішігірім коллекция жасау, мысалы кітапша ретінде. Бұл сіздердің шығармашылық жұмыстарыңыз болып табылады екен, шығармашылық жұмыстарыңыз болып табылады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сіздер қатысқандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Семинар кезінде Алмалыбақ ауылы Новопокровка орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Динара Кушукбаева математика пәні бойынша қалдықпен бөлуді қайталау тақырыбындағы шеберлік сабағын өткізді. Сабақ мақтағыз бен мысық ертегісінің желісі бойынша жоспарланған. Мұғалім сабақ кезеңдеріне байланысты жүргізілетін бағалау түрлерін оқушылармен бірге пысықтап алды. Оқушылар сабаққа белсене қатысып отырды. Олар тапсырмаға жауап берер алдында, постер қорғауды бастар кезде, тағы басқа кезеңдерде сыныптастар тыңдаймыз деп көпшілік назарын өзіне аударып алып барып сөздерін бастайды екенде, сыныптастар тыңдағандарыңызға рахмет деп аяқтайды екен. Оқушыларда өте жақсы дағды қалыптасқан. Оқушылар сабақ айтқан кезде толық, түсінікті, анық жауап береді. Сөйлеу мәдениетіне мұғалімнің көп мән беретіндігі көрініп тұр. Сабақтағы топтастыруды, сергіту сәтін, топ ішіндегі міндеттерді, бағалауды, тағы басқаларын оқушылардың өздерінің ұйымдастыруы, постер қорғауға шыққандағы тұрыстары, кезектесіп сөйлеуге дағдыланғандықтары, тақтаға шыққанда орындықтарын дұрыстап қойып кетулері, бәрі мұғалім мен оқушылар арасындағы жақсы қарым-қатынастың, тиімді диалогтың, олардың бірлескен еңбектерінің жемісі. Оқушылардың өзін-өзі реттеу үдерісіне мұғалімнің аса маңыз беріп еңбектенгендігінің де көрінісі. Сабақтан кейін тренерлер мен сабаққа қатысушы мұғалімдер өткізілген сабақты талдап жоғары баға берді. Тренер Байзақов Айгүл сабақ кезеңдерінің ұтымды жоспарланғанын, жақсы ұйымдастырылғанын, оқушылардың топтық жұмысқа дағдыланып алғандығын, үнемі топ ережесімен жұмыс істейтіндігінің бірден байқалып тұрғандығын, математикалық тілде сөйлеу дағдыларының қалыптасқандығын, сабақтағы пәнаралық байланыстың ұтымды болғандығын атап өтті. Тренер Дүйсебаева Назым ынтымақтастық атмосферасының өте жағымды болғандығына, оқушылардың постер жасау, қорғау дағдыларының көп мұғалімдер мен оқушыларға үлгі боларлықтай деңгейде екендігіне, мұғалімнің де, оқушылардың да өзін-өзі ұстау, сөйлеу мәдениетінің жоғарылығына тоқталды. Шеберлік сабағы қатысушыларға өте жақсы әсер қалдырды. Үйренер сәттер көп болды. Назарларыңызға шеберлік сабағынан үзінді ұсынамыз. Бүгін қазір қай кезбен? Күз айтасыңдар балалар, мен сендерге күзден сарқат алып келдім. Мен қазір осы столға жеміс-жидекті төгемін. Ал сендер өздеріңе ұнаған жеміс-жидекті аласыңдар. Жақындай қойып. Жақсы. Олай болса бірінші топ қане? Кім топ басшы, кім бағалаушы, кім хатшы болды? Мұхамеджан? Яғни біз өткен сабақтарда жасадық қой? Бағалау
бағалаушы, баға қоюшы және хатшы. Мен өзім топ басшымын. Менің атым Мұхамеджан. Камила хатшы. Айнұр бағалаушы. Олай болса сабағымыз, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы болар, біз қалдық пен бөлуді қайталаймыз. Жақсы. Бүгінгі сабағымыздың барысында біздің бағалау жүйесі осы бағалау жүйесін бүгін сабағымызда қолданамыз. Бұл жерде біз не істеушіміз? Бұл бағалауды қалай жүзеге асыру жерді сабақ барысында? Кім айтады, Камила? Қалай бағалаймыз өзімізді? Бұл жерде бағалауда 6 тапсырма берілген болса, 6 тапсырманың бірінші тапсырмасын дұрыс орындасаң, меңгердің дегенге 1 балл қоясың. Солай 6 тапсырманы орындап шығасың. Содан кейін өз сөзіңе солай 6 тапсырмада толығымен меңгерсең 5 деген баға қоясың. Жақсы, яғни тапсырманың орындалуына қарай бағаламызды қойып отырамыз. Жақсы, келесі бағалауға. Абдулла? Сыныптастар тыңдаймыз. Бұл бағалауда топта отырған балаларды бағалайды, ал топта отырған балалар бағалаушыны бағалайды. Сыныптастар тыңдаймыз. Жақсы. Онда сабақ барысында осы бағалауды қазір жүзеге асырып отырамыз балалар, ұмытпаймыз. Әрбір қайталасайық. Енді бүгінгі сабағымызды балалар біз мақта қыз бен ертегі, мысық ертегісі желісіне өткіземіз. Мақта қыз бен мысық ертегісін білеміз ғой, Иә. Ол қыздардың тапсырмасы бар. Қолымызды ашамызда Қонақтар сіздерді тұрып бізбен бірге жаттығу жасаңыздар. қолымызды ашып бір-бірімізді тиіп Атырақ. Жақсы. енді қолға жаттығу. Қолға сол қолды 5 рет, оң қолды 5 рет тұрамыз. Көзімізді төбеге, терезеге, еденге, есікке Арамызда тезірек жасаймыз, Айтып тұрамыз. төбеге, терезеге, еденге, есікке. Төбеге, терезеге, еденге, есікке. Төбеге, терезеге, еденге, есікке. Жақсы. Келесі жаттығу оң аяғымызбен 2 рет екіні жазамыз, сол аяғымызбен 3 рет 5-ті жазамыз. 3 рет көреміз ба? Оң аяқпен қатыраға тиістім. Оң аяқпен 2 рет екіні жазамыз. Оң аяқпен 2 рет екіні жазайық. 2. Сол аяқпен не істейміз? 3-ті 3 рет жазамыз. 1, 2, 3. Рахмет. Ең соңында мысық неге келеді? Шыққанға. Осы жерге айтып жүрміш ма? Апай. Абзал. Оқып сөйле. Сыныптастар тыңдаймыз. Мысық жолда келіп тышқанға кезігеді. Мысық тышқан, ініңде не бар көрсет дейді. Әйтпесе жеп қоямын дейді. Жарайды, бас еке көрсетемін дейді. Кезекші.
4 bölü 3 тең 8, 27 bölü 3 тең 9, 30 bölü 3 тең 10. Қалдықпен бөлінетіндер 20 bölü 3 тең 6, 2 қалдық. 22 bölü 3 тең 7, 1 қалдық. 25 bölü 3 тең 8, 1 қалдық. 26 bölü 3 тең 8, 1 қалдық. 28 bölü 3 тең 9, 1 қалдық. 29 bölü 3 тең 9, 2 қалдық. Сіздерді қындырғандар. Келесің қайтып шығамын Апай. Кәкере деймін. Сыныптастар тыңдайды. Тыңдамай отырмыз. Сыныптастар тыңдайды. 2-ші топ, 6-ші есеп. Қалдықпен бөлу. Біздің топтағы балалар Әмина, мен, Абдулла, Шырын. Біз 20-дан 30-ға шейін жаздық. 20, 30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Biz қалдықсыз үшке бөлінетін сандарды жаздық. 21 bölü 3 тең Бұлар айтып қойшы. Сен қай сандар бөлінеді солар айтамын. 21, 24, 27, 30. Жақсы. Жақсы. Ал 4-ші топқа 5 деген баға қойдым. Олар суретті де жақсы салдым, мазмұнын да ашып. 5-ші топқа да 5 деген баға қойдым. Олар мазмұны ашып, суретті жақсы салды. Және үшке бөлінетіндерін қалдықпен бөлінетіндерін, қалдықсыз бөлінетіндерін жазды. Бірінші тапсырмаға 1 балл деген баға қойдым. Себебі тақтадағы есептің бәрі менің дәптерімнің есебіне сәйкес болды. Сондықтан бөліне 1 балл, 5 балл, 5 деген баға. Алақанға салып алақан, келіңдер бәріміз шаттық шеңберін құрамыз. Әрқайсының осы алақандарын ұстап тұра қалыңдар. Алақанға салып алақан. Шеңберге бірге құрайық. Тез Алина кіре қой, ортаға Алина кір. Сол екеуін ортасында қой. Жер шарындай айналып, тез бірлес айналамыз. Бір дөңгелекті жер шарындай айналайық. Жақсы. Әлемге жарып ұқсайық. Қолымызды көтеріп, күннің нұрын алайық. Осы күннің нұрындай бүгінгі сабағымызды жақсы өткізейік балалар. Отыра қойыңдар. Бірінші топ. Сендерде мынандай қағаздарың. Қағаздарында бір мақал жасырылған. Осы мақалды не істейміз? Осы мақалды біз сөзді құрап жинаймыз. Жақсы. Мынаны бір-біріне қосасыңдар да бір мақалды шығарасыңдар. Алина? 2 минут уақыт беріледі. Шығара қойыңдар. Қай топ бірінші болады? Қалай істейміз біз? Қай топ бірінші болады? Не істеу керек? Өздерінің болғандарын бітіру керек. Жақсы, оны қалай түсінесің? Досы көпті жау алмайды. Ал, дорогой. Если много друзей, то беда не придет. Беда не придет, жақсы. Немесе дұшпанның қасына келмейді, е? Жақсы. Жыл соңы
Ақша 100 досың болсын. Жақсы, ал аудара ғой. Не? Имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал сенімді адам дейді. Женя? Сенімді адам 300 человек. Сенімді адам. Тағы кішкене жақындап қалдың. Руслан? Доброжелательный. Сенімді адам. Сенім деген сөз неден шығып тұр, Витя? Честный и надежный. Жақсы. Дұрыс айтасың, келе ғой. Жоғары қоя ғой. Сенімді адам. Тех, что пойдем выше, что будем? Я Үшінші топ, ал оқи ғой, Руслан. Мен адал дос. Мен тілектес. Жақсы. Назар, өзіңдікін оқи ғой. Мен сенімді. Руслан. Сенімдімін де, сенімді доспын де. Сенімді дос. Жақсы. Витя? Ақылды, адал дос. Дұрыс айтады, Витя, ақылды, адал дос екен. Жақсы. Ал енді үшінші топ. Никита? Мен адам дос, жақсы дос. Адал досың, жақсы досың. Және Петя? Мен сырласу. Мен сырласу. Жарайды, жақсы. Ал сырласу дегеніміз дұрыс па? Петяның. Сырласу дегеніміз аудармасы қалай? Секретничать. Я секретничать па сонда? Мен сырласпын. Я? Мен сырласпын болады. Жарайды, жақсы. Кішкене қателігін кешіруге болады. Он пойдет ребятам впрок, интересные задания, игры, шутки, все для вас. За работу в добрый час. Ребятки, давайте сегодня с вами на уроке, взявшись за руки, пожелаем друг другу удачи, хором вместе. Удачи! А давайте громче, чтобы удача пришла к нам. Удачи! Ой, молодцы, успеха! Успеха! Молодцы! Хорошего дня! Хорошего дня! Умнички! И, конечно же, веселого настроения! Веселого настроения! А чтобы наше настроение и правда было веселое, угоститесь конфетками. Так, берите конфетки, выбирайте. Так, берите конфетки. Так, у кого, ребятки, красные конфетки? Ребятки, у кого красные конфетки, садятся в первую группу. Берите свои книжечки и садитесь в первую группу. У кого синие конфетки, возьмите свои учебники и садитесь вот за вторую парту, во вторую группу. Присаживайтесь. Конфетки, конечно, мы скушаем после урока, да, чтобы нам было сладко. Так, молодец. Кто записал число и классная работа, садитесь правильно, чтобы было видно. Марьям умница, уже справилась. Давайте, ребятки, поторапливать. Я вам буду говорить утверждение. Если оно правильное, вы мне будете показывать карточку «да». А если я говорю неправильное утверждение, вы мне будете показывать карточку «нет». Хорошо, всем понятно было? Отлично, приготовьтесь. Я читаю утверждение. Сочетание. Русланчик, убирай. Ты одну должен только показывать. Сочетание ЖШ мы пишем с буквой «ы».
Подумали, показали карточку. С буквой «В» пишем, да или нет? Так, молодцы, отлично, хорошо. В слове «чайка», в первом слоге мы пишем букву «А», чайка. А пишем? Правильно. Так, Дамир сомневается. Бүгінгі коучинг сессиямыздың тақырыбы абай болмаса шәкәрім болар еді. Яғни қандай қазақ болмасын, абайды білмейтін қазақ жоқ. Абайдың үні естілмеген жер жоқ. Ендеше ойлаймын, абайдың үні біздің әрқайсымыздың жүрегімізде. Қазір берілген бірақ тақырып қана бойынша жұмыс жасайсыздар. Яғни сіздерге мына көрсетіп отырған тиек етіп аласыздар. Шығармаларында сәйкестік енді. Осы тақырыпты ашып, маған дәлелдеп беріңіздер. Коучингке келіп қатысқандарыңызға пікірлерімізді айтып талқылап жіберейік. Сабаққа қатысқан мұғалімдер, тренерлер. Тренер Асимжанова Зейнеп. Жұмыс істелінді бүгінгі тақырыпта. Сол мәтінді оқушылар өздері оқи отырып, өздері білім алды. Біздің іздеп келген дүниеміз бүгінгі тапсырмада, бүгінгі деңгейлік бағдарламада осы болады. Сонда әр топқа нақты тапсырмалар берілді. Және тапсырмаға негізделе отырып, мүмкіндігінше критерий жасап бағалау практиканы таратты. Осы арқылы әр топ өздерін бағалауға негіздеп ойларын анық жеткізіп бағалай алды. Деңгейлі бағдарламалар орталығының тренері Мұхамеджанова Нұрбақов. Балалардың жетістіктері көп екен, уақытпен санасып отырды және тақырыпты өмірмен байланыстырды. Біз оқушылармен бірге өзімізде сол тақырыптың ішіне еніп кеткенімізді байқамай қалдық. Алма бүгінгі жемісіміз, біздің жеткен жетістігімізде оқушылардың стикер жапсырғандары балаларға керемет әсер етті. Енді ұпай жинағаны, бірнеше әдіс тәсілдерді қолданғаны, бұл жерде айта берсек, кіржайу деген практикалық жұмысы бар, оны сол сабақты рет-ретімен талапқа, жоспарға сәйкес жүріп, балалар сондай бір керемет сабақтың жолында нәтижеге жетті. Олардың сурет құрастыруы, бір-бірімен шаттық шеңберіндегі амандасу салт дәстүрі тамаша деңгейде өтті. Рахмет айталайын Индира. Шыққан биыл жоғары болды. Тренер Байұзақова Айгүл. Алтыншы аудиториядағы Шықайра Динараның сабағына қатысып жаңағы куә болдық. Енді Динараның сабағы былай айтқанда 5+ке өтті десем де, ол жерде басқа әріптестерім оған толықтай келісетін шығар. Неге десеңіздер, бұл жерде ең бірінші өзімізде осы бағдарламаны оқыған кезде бірінші аптасында бізде топтық жұмыс ережесі деген бар. Сол топтық жұмыс ережесін сол жерде көре алдық. Яғни бәрі өте ескерілген, әр нәрсе балалар тіпті бір-бірінен қаратпасы топ бізге қараймыз деп қаратып алады, содан кейін барып жаңағы жауаптарын айтады. Ол деген бір топтың екінші топқа бір-бірін тыңдата білу өте маңызды бұл бағдарламада да, жалпы осы нені іске асыруда. Сондықтан да топтық ережесі өте дұрыс жоғары деңгейде қойылған деп айтқым келеді.
Сонымен қатар жаңағы 20-80%, яғни 20% мұғалім сөйлейді, 80% оқушының жұмысы болу керектігі де бұл жерде жақсы көрінді. Яғни мұғалім тек қана бағдар беруші ғана, оқушы орындаушы ғана болып отырды. Бұл жерде жаңа бастауыш сыныпта мұғалім өзінің оқушыларды математикалық тілін де дамытқан, және де барлығы рет-ретімен, жүйесімен, сонымен қатар әдебиеттік оқу пәнімен пәнаралық байланысты дұрыс жүргізе алып, сабақтың мақсатына жете алу деп ойлаймын. Саметова Жайна, деңгейлі бағдарламалар орталығының тренері. Мен өз негізінде қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалім болсам да математиканы ерекше жақсы көремін. Математика дегенде мен ұғатыным бор мен тақта. Ең басты жақсы баланың санасына қалатын дүние ол бор мен тақта. Және мұғалім де міндетті түрде сол бор мен тақтамен жұмыс істеген абзал болар еді деп айтқым келеді бірінші сабақ бойынша. Токушева Ғалия, деңгейлі бағдарламалар орталығының тренері. Жайна Қалиева айтқандай, дұрыс емес, қате деп біз оқушыға айтып, оқушыға ешқашан дұрыс емес деген сөз айтпаймыз деп қой ғой. Кім жаңағы бұл тапсырманы кім толтырар екен? Кім еді? Әрбір сұрайтын едіге? Тренер Орманбекова Ләззат. Бағалаудан мұғалімдер де қорқады, сіздер де қорқасыздар. Осы бағалаған дұрыс бола ма, жоқ әлде қате болып қала ма? Жоқ әлде мысалы балалардың бағалаған қалай болады? Мен баланың оқушының бағалаған, мен журнал қоя аламын ба, қоя алмаймын ба? Жоқ әлде мен өзімнің бағам қалай болады? Деген бір сіздердің көңілдеріңізде бір үлкен күдік бар. Ол күдікті сіздер сейілтулеріңіз керек, қорықпай бағалауларыңыз керек. Ал сіздің журналға қоятын бағаңыз, сабағыңыздың соңында сіз ол балаға қандай баға қоясыз? Сол форматикалар негізінде қойсаңыз, онда сіз адаспайсыз. Демек, бала өзінің білімінің қандай дәрежеде, қандай деңгейде тұрғандығын біледі, сіз қойған бағаға ол келіседі. Тренер Қартбаева Дариға. Индира өте жақсы, барлық сабақтарын нелерін бәрі өте жақсы өтеп шықты. Биология пәніне жұлдызды бергім келеді, биология мұғаліміне. Қайталауға қатысты топқа бөлгеніне. Жаңа сабаққа қатысқан мұғалім өздеріне алды ғой деп ойлаймын, өте тиімді болады екен, сабақты қайталайды және топқа бөлу әдісін жақсы пайдаланды. Енді ұсыныс ретінде барлықтарыңызға бағалауды кішкене жетілдірулеріне ұсыныс жасаймын. Бағалау түрлерімен жұмыс жасаңыздар. Деңгейлі бағдарламалар орталығының тренері Сманова Ардақ. Сіз ана тапсырма беріп жатасыз ғой, сол кезде әр тапсырманы беріп болған кезде сол тапсырманы бекітіп отырсаңыз, бағалап форматив. Сатаев Медет, деңгейлі бағдарламалар орталығының тренері. Жалпы ұсыныс айтқым келіп отыр. Неге дегенде барлығында бір суреттемеде көрініп тұр. Ол суреттің біреуі жалпы мына 7 модульдің кіріктіріп сабаққа қолдану негізі бар. Барлықтарымызда сабағымыз көрінуде, ол барлықтарды оқушылардың ой пікірлері керемет. Келесі сөз алған Дүйсебаева Назым, деңгейлі бағдарламалар орталығының тренері. Сіздермен кездесіп отырғанымыз өте қуаныштымыз. Бүгінгі күнімізде жақсы сабақтар көрсетіп отырған әріптестер сіздерге алғыс айтамын. Осы алғысымды айта отырып, жалпы бүгінгі күніміздің жұмысы бойынша өзім қатысқан сабақтарға байланысты апайларымыз айтып өтті. Айтылмаған жерлерді мен кішкене қосып өтейін. Динараның сабағына қатысып, бірінші сабақты. Динара өзің Күшікбаев айтқан. Қосаңыз. Динара сабағымыз өте жақсы өтті. Жалпы Динара ең біріншіден сабақтың дұрыс болуы осы сыныптағы ынтымақтастық атмосферасын дұрыстап қалыптастырып алу ғой. Егер ынтымақтастық атмосферасы өте жақсы қалыптасқан жағдайда, сол сабақ соңына дейін өте жақсы өтеді. Және де Динарамен мұғаліммен жалпы оқушының арасындағы байланыс өте жақсы болды. Кейбір сабақтарға қатысып отырсам өздеріңізді байқайсыздар ғой, мұғалім мен оқушының арасында байланыс жақсы болмай жатады. Солай ғой, иә? Сондықтан ең бірінші оқушы мен мұғалімнің арасындағы байланысының өте жақсы болғанын айтқым келеді. Және де постер жұмысын жасаған кезде Динара оқушыларға көбірек мүмкіндік берді балалар сөйлетуге. Балалардың ойын толығымен тыңдауға, толығымен арада не айтады екен ойды тыңдауға көбірек көңіл бөлді. Динараға бір ғана бір кішігірім ұсынысым бар,
регламент сақтасаңыз Динара, регламент сақтау жағынан көңіл бөлдіңіз, иә? Ал жалпы жұмысыңыз өте жақсы өтті. Осы әріптестер мен айтатыным, жалпы рахмет барлықтарыңызға. Құлахметова Жамал, Алматы облысы Сарқан ауданы, Алмалы ауылы, Новопокровка орта мектебінің директоры. Бүгінгі ойлаймыз, семинар жақсы өтті ғой деп. Өйткені бір-бірінің сабағын көріп, ұстаздар іс тәжірибесімен бөлісіп, жаңағы өздерінің кеткен кемшіліктерін көріп, жеткен жетістіктерін сіздерге көрсетіп, бүгін мынау үлкен бір жұмыс бітті деп. Сондықтан да мына оқытқан шәкірттеріміздің барлығы абыройлы еңбек етіп, осы алған білімдер біздің нағыз шынайы патриот, нағыз жеке тұлғаны тәрбиелеуде өз еңбектерін аямай жұмсайтынына біз кәміл сенеміз. Енді бұл Сарқан ауданына келіп, осыншама жұмыс жасап жатырсыздар. Енді сабақ берді мұғалімдер. Ол мұғалімдердің сабағын сіздер көрдіңіздер, бағасын бердіңіздер, жеткен жетістіктерін атап көрсеттіңіздер, ұсыныстарыңызды беріп жатырсыздар. Енді осы ұстаздардан да бүгінгі өткізілген семинар жайлы өздерінің ой пікірлерін білсек деп отырмыз. Жаңағы сабаққа қатысып, көріп, бірге жүрдіңіздер, қандай ойларыңыз бар, бір-екі ұстаз ой бөліссек деп отыр дейді. Сол сіздерге сөз берейік. Кім сөйлейді? Келген қадамдарыңызға нұр бітсін. Осы бәрімізге шығармашылық табыс тілеймін. Міне осындай бір үлкен серпіліс біздің елімізде ұстаздардың арасында қаншама жақсылық болып жатыр. Мен өзім осындай жаңағы егде жасқа пенсияға жақындап қалсам да осы сіздердің іштеріңізде жүріп осы оқығаныма Баймал Абдалдайына бірінші бар курсқа деп жіберген көп рахмет айтамын. Мен енді өзім Жұлдыз Мамраеваның коучингіне қатыстым. Салтанат Касеновна менен Анардың коучингіне желілік қоғамдастық туралы қатыстым. Өте жаңағы бір жиналған сол жердегі мұғалімдер, коучингқа жиналған мұғалімдердің де өте бір білімді қыздар екенін көрдік. Бір талай серпіліп, сондай жақсы көңіл күйде, сондай бір дәрежедегі коучингті өткізе алатынын біздер дәлелдеп көрсетті деп ойлаймын. Енді сабақта да бағана қатыстық, бәрілеріңізге рахмет көп. Берқалиева Айгерім, Алматы облысы Сарқан ауданы Көкөзек орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі, деңгейлі бағдарлама курсын аяқтаған педагог. Тренерларымыз, сіздерге бірінші келгендеріңізге көп рахмет айтқым келеді. Бізді осындай семинарға жинап, бәріміздің басымызды қосып, бір-біріміздің жақсы жақтарымызды, кемшіліктерімізді көріп, содан сабақ алып жатырмыз. Біз екі коучингке қатыстық. Біреуі бастауыш сынып мұғалімі Гүлнардың, екінші информатика пәнінен, Айының екі коучингке қатыстық. Жақсы барлық мұғалімдер белсенді қатысып, өзімізге керекті дүниелерді айталық. Информатика пәні мұғалімі өзінің сабағында қолданатын әдіс-тәсілдердің барлығын қағаз бетіне түсіріп дайындап алып кетті. Сол әдіс-тәсілдерді енді біз өз сабағымызға ыңғайлап қолдану үшін Айға көп рахмет айтқым келеді. Сіздерге барлықтарыңызға сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Ыдырысова Айымжан, Алматы облысы Сарқан ауданы Новопокровка орта мектебі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, деңгейлі бағдарлама курсын аяқтаған педагог, 3-ші деңгей. Армысыздар, құрметті әріптестер, бүгін мінекей шынымен де бір ерекше тәжірибе алмасу күні болды. Сабақтарға қатысып, өзімізге деген әдіс-тәсілдерді үйреніп, біраз өзімізге білімімізде толықтырулар енгіздік деп айтуға да болады. Сосын кейін жаңағы сабақ берген мұғалімдер әрине бұл да үлкен еңбек, қаншама жаңағы еңбекті қажет етеді сабақ берудің өзі. Сосын кейін мен ойлаймын, мысалы осындай сабақ берген мұғалімдердің еңбегін жақсы деп бағалап жатырсыздар, бірақ дегенмен құр ауызша бағалағаннан гөрі кішкене бір бет қағаз дейміз ғой, мақтау қағаз, алғыс хат па, сондай біздің бір портфолиомызда дәлелдереді. Енді аудандық білім бөлімінің басшысының атынан кешірім сұраймыз, өйткені ол кісі сәлемдеме айтып жатыр барлықтарыңызға.
бүгін келіп жүздесіп сіздердің қастарыңызда отырып өзіміздің ұстаздарымыздың деңгейін көргісі келіп еді. Бірақ оған өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік қызметкерлерді қайта тексеріс жүріп жатқанын, сол мемлекеттік қызмет бойынша тексеріс келіп, сол тексерісі әлі бітпей жатыр. Сондықтан да аудандық білім бөлімінің басшысы жалғыз өзі сол кісілердің қасында шыға алмады. Сіздерден кешірім сұрап, осы сәлемдемені айтты. Келешекте тағы да келіп жатарсыздар, міндетті түрде болуға тырысады. Ал енді ол панорамаларда осы жерде болмаса да, осы Зейнеп апаймен хабарласып, осы сабақтарды өтуіне, ұстаздардың дайындалып бүгінгі келуіне атсалысқан ортамызда бота отыр. Иманғазиева Ақбота, Алматы облысы Сарқан ауданы Ыбырай Алтынсарин атындағы орта мектеп мұғалімі, деңгейлі бағдарлама курсын аяқтаған педагог. Өзім курсты 2017-де бітірген болатын. Ең басында, бас кезінде. Менің тренерім Зейнеп апай. Сондықтан да келесі болашақта олай болмайды, аудандық семинар. Мен ешкімнің облыстан да емес, өңірден де емес, олардың бұйрығынсыз өзім жасайын деп отырмыз. Ең біріншіден рахмет айтқым келіп отырғаны бұл мектеп директоры Бану апайға. Бану апай, сіз болмасаңыз, мен тағы Келесі сөз алған Әсемжанова Зейнеп, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Алматы облыстық институты деңгейлі бағдарламалар орталығының тренері. Ұстаздар, біріншіден осындай семинарға қиындықпен болса да, мынандай ұйымдастырудың жоқтығы болса да, бірлесе отырып жиналып келгендеріңізге біріншіден үлкен рахмет айтамын. Енді бота жол бастаушы болсын, қалған ұстаздар соның артында болыңыздар. Мына бұл деңгейлік бағдарлама өте керемет бағдарлама. Адамды өмірге дайындай алатын бағдарламаны ұсынып отыр сіздерге. Оқушыларға осы өмірді, болашақ қоғам иелерін үйретсінге. Сондықтан сіздер соның көшбасында тұрсыздар. Сол көшбасшы ретінде сіздерден осы дүниені ары жалғастырып келер едім. Бүгінгі жұмысқа басшы болған сізге мектептің директоры үлкен рахмет. Еңбегіңізге табыс тілеймін. Сіз әрқашан алда жүрген адамсыз, осылай алда әрқашан жүре беріңіздер. Біз өзіміздің тренерлер әрқашан ұйымшылдықпен жұмыс істеп, әркім өзінің шәкіртіне кішкене болса да көмек беріп жатырмыз. Осының бәрін басқарып кетіңіз. Барлықтарыңызға мына тренерлер қауымына рахмет, сізге рахмет. Келесі қорытынды сөз алған Дүйсенбекова Ләззат, өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамының Алматы облыстық институты деңгейлі бағдарламалар орталығының жетекшісі, тренер. Сабақ барысында жүзеге асырылып жатыр ма деген сұрағымызға жауап алды. Жақсы жұмыс істеп жатыр екен, мұғалімдер бұдан әріге тәжірибелері жетіледі деп ойлаймын. Түске дейін сабақ берген мұғалімдердің бәріне рахмет. Түстен кейін де жаңа коучингтермен, шеберлік сыныптары, мен өзім Гүлнараның коучингімен айымның шеберлік сыныбына қатыстым. Өте жақсы өтті, бір жағымды ахуал жасай алды, топтарды әрекеттестіріп жұмыс жүргізді. Өте жақсы жұмыс болды. Қатысушы мұғалімдер өздеріне қажетті ақпараттар алды ғой деп ойлаймын, жаңадан бұрынғы багаждарына қоса. Сондықтан сол қатысушыларға да коучингпен шеберлік сыныпты жүргізушілерге рахмет. Енді жаңа айтылып жатқан ұсынысты біз өзіміздің де ойымызда бар. Бұған дейін енді жүзеге асыра алмадық. Шынын айтқанда, бұдан кейін барғаннан кейін институттың әкімшілігіне ұсыныс жасаймыз міндетті түрде. Бүгінгі жаңа семинарға белсене қатысушыларды бір тек сөзбен емес, бір мақтау қағазымен де марапаттау жағын біз өз жағымыздан ойластырамыз. Ол болатын шығар деп ойлаймыз. Енді мына жерде осы семинарға қатысу үшін ауа райының қолайсыздығына қарамастан ауылдардан мұғалімдер арнайы келіп отыр. Сіздердің ниеттеріңізге, мына бағдарлама үшін істеп жүрген мамандықтарыңыздың үшін келіп отырсыздар. Сіздерге де көп рахмет. Мүмкіндік болса қалмаңыздар, осындай шаралардан тағы да бас қосатын шығармыз деп ойлаймын. Енді осы жерде біздің тренерлер де, олар да өздерінің
жаңағы отбасын тастап алыс жолға шығып бір апталық сапарға шығып келіп отыр. Енді ол кісілерге сіздер үшін келіп отыр. Шынын айтқанда мынау ұстаз студенттер, шәкірттер үшін, бұл бағдарламаның идеясы үшін келіп отыр. Идея деген бір жақсы нәрсе, бәріміз осы бағдарлама аясында жұмыс істеп жатқан соң, соның жемісін көргіміз келеді, жұмыс істеп жатқанын көргіміз келеді. Сол үшін бұл кісілерде жаңағы үлкен бастарымен сіздердің ауылдарыңызға келіп жатыр. Бұл кісілердің де жұмысына табыс тілеймін. Істеген істердің жемісін көріңіздер дегім келеді. Одан кейін үлкен көп рахметті осы Алмабұлақ ауылы Новопокровка мектебінің ұжымына және басшысына айтқым келеді. Қарсы алып, жаңа ниеттеріңізге қарай бір жақсы шара өтті. Сіздерге көп рахмет. Енді осы Сарқанды ауданының басқа мектептерінде де осы аймақтарында семинар болса хабарласып, келіп қатысып тәжірибе алмасасыздар ғой деп ойлаймын. Біз де өз мүмкіншілігімізше келіп қатысамыз. Жаңа айтып жатқандай, тек қана мынау институт жақтан инициатива күтіп отырмай, өздеріңіз ұйымдастырып, тек қана алдын ала хабарлассаңыздар, тренерлер де мүмкіндігінше келіп қатысады. Осымен енді аяқталады бүгінгі шарамыз. Барлықтарыңыздың жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Аман есен болыңыздар. Сау айтыңыздар, әрқайсыларыңыз үйлеріңізге аман есен жетіңіздер. Мына расында да жазда келмедіңіздер, қыста қайтып бара жатсыздар, қармен қайтып бара жатсыздар. Алдағы қар деген кейін болады, машина тайғақ болады, сондықтан байқап жүріңіздер. Аман болайық. Семинар соңында осындай тәжірибе алмасу шаралары жиі ұйымдастырылса, өз тәжірибелерімен бөліскен ұстаздарды тек ауызша емес, мақтау қағазы, алғыс хат беру түрінде де бағаласа деген ұсыныстар айтылды. Кейбір мұғалімдердің осы семинарға қатысу үшін мектеп басшылығына зорға сұранып келгендерін, кейбірінің 50-100 ғана емес, 200 шақырымнан астам қашықтықтан келгендерін естіген кезде, олардың өз ісіне, деңгейлі бағдарлама идеясына деген сенімдеріне, құштарлықтарына, сүйіспеншіліктеріне тәнті болдық. Кейбір мұғалімдер өздерінің тренерлерімен жүздесіп қалу үшін асыққандықтарын да айтып жатты. Тренерлер мұғалімдер тарапынан туындаған сұрақтарға жауап берді, өз ұсыныс тілектерін білдірді. Семинар соңында тренерлердің бірқатары өздері оқытқан мұғалімдердің жоспарларымен танысып, кеңес беріп, қолдау көрсетті. Жер шалғайлығына, іссапар шығынның төленбейтіндігіне, тағы басқа да кедергілер мен қиындықтарға қарамастан жолға шыққан тренерлер тобына да мың алғыс.